لبيك اللهم لبيك. Ассалаумағалейкум ардақта ағайын, құрметті Ой Шоғыр сайтының көрермендері. Бұл видеоблог басқа видеоблогтардан өзгеше, өйткені бүгінгі видеоблогымыз қажылық жайлы болмақ. Яғни Мекке қаласындағы умраны өтеуімізді, сондай-ақ мұндағы қызықтарды, ерекшеліктердің барлығын сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Ең алдымен Меккеге умраға немесе үлкен қажылыққа келетін адам жақсылап ниеттену керек. Өйткені қажылық қабыл болатын болса, оның сыйы жәннат деген хадистер де бар. Меккеге келетін адамға міндетті түрде мынандай екі мата беріледі. Бұл екі мата ихрам деп аталады. Ихрам халіне өткен адам тісін жумайды, иісі бар сабын шампунмен жуынуына болмайды, тырнағын, шашын алуына болмайды. Сондай-ақ жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Сондай-ақ Меккедегі өсімдікті жұлуға, сындыруға және де шыбын-шіркейлерді өлтіруіне тыйым салынады. Енді сіздерге ихрамды алдымен киюді үйретейін. Бұл ихрам осындай екі мата, ақ мата, екеуінің ұзындығы бірдей. Біреуі жоғары жақты жапса, екіншісі төмен жақты жабады. Киюдің тәсілі өте оңай. Алдымен мынау астына жабатын матаны беліңізден өткізіп, екі ұшын бұлай ұстап аласыздар. Міне, дәл осылай. Және де аяқтың екі арасын ашу керек. Екі арасын ашқан кезде, сіз жүрген кезіңізде мынау ихрам кедергі бермейтін болады. Мына бұрышынан ұстайсыздар да, бұлай бір айналдырасыздар. Ұшын ұстап, бұлай астқа қарай қайырып түспейтіндей қылып қоясыздар. Мүмкіндік болса, белдікпен өткізіп, белдікпен байлап қойғанда абзал. Міне, осылай киінесіздер. Айта кетейік, ихрам халіне кірген кезде іш киім болмау керек, сондай-ақ денеде тігілген киім болмау керек. Яғни жалаңаш үстіңізге осындай екі матаны киесіз. Ал жоғарғы жағы өте оңай. Дәл осындай мата бұлай аласыздар. Иықтан өткізесіздер. Бір шетін мына жаққа жіберіп, екінші шетін жоғары жаққа бұлай. Және мына ұшын, ихрамның мына ұшына тығып қойсаңыздар болады. Міне, ихрам халіне өту дегеніміз осы. Құрметті көрермендер, өте оңай. Бұны ешқандай да байлап, тігіп, бір-біріне бүйтіп қыстырып қоюына болмайды. Өзімен өзін үстіп қадап қойған дұрыс. Сондай айта кетейік, Қағбаға барған кезде оң иық ашық болу керек. Оң иықты қалай ашу керек десеңіздер, оны да көрсетейін. Мынау оң жақтағына ұзақтау аласыздар. Сөйтіп, мына жаққа жіберіп, мынаны мына жаққа тықсаңыздар, оң иықтарыңыз ашылады былай. Яғни мұсылмандардың күштілігін көрсетіп тұратын нәрсе. Мен өзім ихрамның халіне кіріп, умра жасап, Қағбаны айналып келдім. Сондықтан да мынандай жай киімдер киіп алдым. Әлі умра халін жасамаған адам ихрамнан шықпай тұрып, тауап жасау керек, Сафа мен Маруаға, Сағиға бару керек. Сондай-ақ шашын алғызу керек. Сосын барып ихрам халінен шығады. Міне, осындай қарапайым киіммен қазір Қағбаға барамыз, сіздерге көрсетем. Жол жөнекей Меккенің ерекшеліктерін барлығын айтып берем. Бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Мен достар, қонақ үйден шығып, Қағбаға қарай беттеп барамыз. Айта кететін бір жай, жаңа жоғарыда айттым, михат туралы. Михат дегеніміз негізі ихрамды киетін жер ғой, ол Меккенің территориясы. Меккенің территориясына кірген екен, ихрамды киесіздер, ниеттеңіз, және де Қағбаны көргенше лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниғмата лака вал мулк ла шарика лак деп айту керек. Сондай-ақ қонақ үйдің қасында бізде 24 сағат бойы 3 автобус Қағбаға тікелей алып барады. Қазір сол автобустың біріне мінеміз де Қағбаға қарай беттейміз. Ассаламу алейкум. Your name? Muhammed деген. محمد مصري شوفير بيت الله الحرام. Бізді Харам мешітіне алып баратын шофер кісі осы сауаптың астында қалып жатыр. Ендеше бізді апарыңыз, Мұхаммед. Тамам. Кеттік. Харам мешітіне жақындадық. Өздеріңіз көріп отырғандай, халық санда шек жоқ. Барлығы да Әл-Харамға кіріп, Қағбаны тауаф етіп,
нәпіл намаз, нәпіл тауаптар жасауға ниеттеніп кетіп бара жатыр. Бірі ихрам халінде, енді бірінің келгеніне біраз уақыт болған. Ихрам халінен шығып, шаштарын қысқартып, тырнақтарын алып, қосымша тауап жасамақ. Біздің қонақ үй мен Харам мешітінің арасы өте жақын. Көлікпен болса 3-4 минутта жетесіз, жаяу болса 10 минуттай уақыт жүресіз. Міне көппен бірге бізде түсіп қалып, Харамға дейін жаяу баруды ұйғардық. Жол жөнекей қарап, көріп, тамашалап. Әлі 500-600 метрдей бар Харамға дейін. Тағы бір ақпарат достар, Жиддадан Мекке мен Мединенің арасында 2015 жылы темір жол ашылмақ. Қазір автобуспен Жиддадан Меккеге 2 сағатта, ал Жиддадан Мединеге 5 сағатта келетін болса, темір жол ашылса, Жиддадан Меккеге жарты сағатта, ал Жиддадан Мединеге 2 сағатта келетін боласыздар. Сондай-ақ Жиддадан әлемдегі ең биік мұнара ашылып жатыр, салынып жатыр. Оның ұзындығы, биіктігі 1 километр болмақ. Міне достар, Әл-Харам мешітінің алдына келдік. Дәл осы мешіттің ішінде Қағба бар. Айта кетейік, қазір бұл мешітке 800-850 мың адам сияды. 2-3 жылдың ішінде Алла бұйыртса 1,5 миллион адам сиятындай құрылыстар жүргізіліп жатыр. Оны 2 жылдың ішінде келген қажылар куәгер атана жатыр. Сондай-ақ мешітке кірмес алдын адамдардың барлығы, жаңағы ихрамнан шықпаған адамдардың барлығы ләббайк Аллахты айтуды тоқтатпайды. Мешітке аяқ киімді шешіп көру керек. Сол үшін қастарыңызда мынандай дорбаның болуы өте дұрыс. Ендеше мешітке қарай бағыттайық. Қағба бізге көрінді. Демек, ләббайк Аллахты айтуды тоқтатамыз. Сондай айта кететін нәрсе, мешітке кірген кезде Аузу биллахил азим ва бихи вajhihil карим ва султаникил қадим минаш шайтани раджим бисмиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah Аллахумма фтахли абуаба рахматик деген дұғаны оқимыз. Сонымен ары қарай мешітке қарай, яғни Қағбаға қарай беттейміз. Өкінішке қарай манапатпен бұл жақта түсіруге рұқсат берген жоқ. Енді соткамды қолыма алып, ары қарай сіздерге қажылықтың рәсімін түсіндіретін боламын. Қағбаға қарай жүріп бара жатырмыз. Қазір тауап жасауға дайындалу керек. Мынандай жасыл белгілер қойып қойған. Осы жасыл белгіге келген ұста оң қолды қара тасқа көтеріп, бисмилля Аллаху акбар деп умраны бастап кетесіз. Тауаф етіп жүрген кезде тағы бір ескере кететін жайт, сол иығымыз үнемі Қағба тұста болуы керек. Оңға, артқа, жанға бұрылып кетпеу керек. Және де тауаф етіп жүрген кезде ешбір адамға зұлымдық бермеу керек. Яғни шынтақпен біреуді итеріп, әдейі соғып, аяғын басып кетпеуге тырысу керек. Және де мүмкіндік болса, Құрандағы, хадисте кездескен дұғалардың барлығын жазып алып, осы жерде айналып жүрген кезде тілеу керек. Сондай-ақ оң иығымыз ашық болады, егер біз ихрамда болсақ. Құрметті достар, осы жерде бір айта кететін нәрсе, тура Қағбаның қабырғасына жұрттар келіп, жай намазды, орамалдарын
түсі кеп жатыр. Бұның барлығы дұрыс емес әрине. Бұл жерге қарап тек қана дұға ету керек. Қажылықта жіберілетін тағы бір қателер: Ибрахим мақамын адамдар келіп сүйеді, орамалдарын, жайнамаздарын сүртеді. Бұл да қажылықтың қателіктерінен ағайын. Ибрахим мақамның артына тек қана тұрып 2 рәкат намаз оқимыз. Оны сүйіп, оны айналшықтап, оған тәу ету дұрыс емес. Қағбаның қасында осындай дуал бар. Негізі бұл да Қағбаның бір бөлшегіне кіреді. Егер соның мынандай ішінен айналып кететін болса, тауаф есептелмейді. Қосымша тағы бір тауап жасау керек. Дуалшаның сыртынан айналу керек. Йемен бұрышына жеткен кезде Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар дұғасын айтқан өте дұрыс. Тауап жасап біткеннен кейін оң иықты жауып алып, Ибрахим мақамының артында 2 рәкағат нафил намазын оқимыз. Бірінші рәкағатында Фатихадан кейін Кафирун сүресі, екінші рәкағатында Фатихадан кейін Ихлас сүресін оқыған жақсы. Және намазды оқып бітісімен соның артында Ибрахим мақамының арт жағында зәмзәм сулары бар. Сол зәмзәм суынан ішеміз. Міне, дәл осындай әдемілеп жағдай жасап қойған зәмзәмнің қажыларға ішуіне ыңғайлы әрі қолайлы. Зәмзәмді ағызып Kaç hacı? Ben düşebilmem. Айта кетейік, Сауд Арабиясы өзені жоқ жалғыз мемлекет әлемде. Соған қарамастан әлемнің түкпір-түкпірінен осында келіп, халық бір жылда 1,5-2 миллион тонна зәмзәм алып кетеді екен. Сондай-ақ зәмзәмді қайнатсаңыз, бетіне май қалқып шығады. Бисмилла деп, тілеп зәмзәм ішейік. Босаған ыдыстарды мынандай арнайы қоқыс салатын жәшік бар, соған саламыз. Тауап намаз оқып болып, зәмзәм ішіп болғаннан кейін Сафа төбесіне қарай сағи жасау үшін беттейміз. Сафа төбесіне жақындаған екен, ардақтағайын, мына дұғаны оқыған абзал. Инна сафа вәл мәруата деген. Және құрмет достар, Сафа төбесіне көтерілгеннен кейін Қағбаға қарап, 2 қолды жайып, Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху, лахул мульк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده деген дұғаны оқу керек. Көрсетілген дұғаны оқып болғаннан кейін қос қолды жайып, отбасына, жанұясына, туған туысына, еліне, жеріне тілек тілейді. Алладан не сұрағысы келеді, барлығын осы жерде сұрап алады. Одан кейін Сафа дөңінен түсіп, Мәруа дөңіне қарай беттейді. Яғни сағи жасау. Сағи жасау барысында да көп дұға етуіміз керек. Қазір біз Сафа дөңінен түсетін жаққа беттеп барамыз. Мәруа дөңіне түсетін жері осы жерде. Осы аралықта жүріп өту керек. Яғни 7 рет Сафадан Мәруаға барғанда 1, Мәруадан Сафаға келгенде 2 болып есептеледі. Және де арасында жасыл белгі бар, сол жерде ер кісілер кішкене жылдамдықты қосып жүгіріп өтуі керек.
Міне дәл осы жасыл белгінің тұсында жүгіру керек ер адамдарға. Қатты жүгіру шарт емес, қорбаңдап жүгірсеңіздер болады. Ал әйел адамдар болса, жай жүре беруіне рұқсат. Айта кететін бір жайт, Сафа мен Маруада жүру, ол Ажар анамыздың сүннетінен. Ажар анамыз су іздеген кезде осы Сафа мен Маруа тауын 7 рет жүріп өткен екен, біз сол сүннетті орындаймыз. Сондай-ақ тағы бір ескере кететін жайт, Сафа мен Маруада сақи жасау барысында шөлдесеңіз, зәмзәм қасында ағып жатыр, сол жерден зәмзәм ішіп алып, ары қарай жүруді жалғастыруыңыз керек. Сақи жасау барысында бос сөздерге жол бермеу керек, мейлінше көп дұға жасау керек осында да. Біз мені Сафадан Мәруа төбесіне жақындап қалдық. Мәруа төбесінде де тура Сафадағыдай дұғалар айтылып, Қағбаға қарап, Алладан тілек тілейді. Сосын ары қарай Сафаға қарай барады, одан бері қарай Мәруаға келеді. Осылайша 7 рет жүріп өтеді. Одан кейінгі амал шаш қысқарту, яғни шаш қысқартуға қарай беттейміз. Маруадан оңға қарай бұрылсаңыздар, андай төмпешік қыр жақта арнайы шаш алатын орын бар. Сафа мен Маруаның қасында кей адамдар қайшы ұстап тұрады, шашыңды алып берейін ба деп. Ол жерге барсаңыз, шашыңыздың бір-екі талын ғана қысқартып береді. Бұл дұрыс емес, ер адамның басына қайшы түгел тию керек, немесе ең дұрысы подмашинка алғыс тастаған абзал. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Машалла. Міне, дәл осылай шашты алғызған абзал. How much real? 10 real. 10 real. 10 реал берсеңіз, шашыңызды алып береді. Міне достар, шаш қысқартып болғаннан кейін сіздер ихрам халінен шыққан болып есептелесіздер. Мен сияқты жай киім киіп алуларыңыз рұқсат. Сондай-ақ қонақ үйге барып, шампуньмен бастарыңызды жуып, иіс су себініп, иіс сабынмен жуыларыңызға толық мүмкіндік бар. Достар, құрметті көрермендер, енді Әл-Харамның қасында сәл тынығып, әлгі үйреткен, көрсеткен нәрселердің барлығына бір шолу жасап өтейік. Ең алдымен самолетке мінген кезде өздеріңізде ихрам киімі болады. Ихрам киімі дегеніміз жаңағы жоғарыда көрсеткен екі ақ мата. Миқатқа жеткен кезде, яғни Меккенің территориясына кірген кезде ихрам халіне өтеміз. Ихрам халіне өткен кезде денеде ешқандай киім болмайды. Екі ақ матаны оранамыз да, ләббайк Аллахумма ләббайкті айтып, Қағбаны көргенше соны айтып келеміз. Және де бір ескеретін нәрсе, ихрам халіне өткеннен кейін шаш алуға, тырнақ алуға, денедегі түктерді қыруға, Меккедегі өсімдіктерді, шыбын-шіркейлерді өлтіруге тыйым салынады. Иіс су себілуге тыйым салынады. Сосын Қағбаға қарай беттейміз, ихрам халінде киіп алып, ләббайк Аллахты айтып, Қағбаны көрген кезде ләббайк Аллахумма ләббайкті айтып тоқтатамыз.
мешітке кірген кездегі дұғаны айтамыз, сөйтіп тауафты бастап кетеміз. Тауафты жасыл светтің тұсынан бастаймыз. Бисмилля, Аллаху акбар деп оң қолымызды көтеріп, қара тасқа тауафты 7 рет айналып өтеміз. Мүмкіндік болса қара тасты сүйген абзал, бірақ ескере кететін жайт, ол жерде адам көп, сондықтан да қара тасты сүйем деп басқа мұсылмандарға зиян беріп қоймау керек. Сондай-ақ оң иықты ашып тауап жасау міндет болып есептеледі. 7 рет тауап жасап болғаннан кейін, айтпақшы, тауап жасап жүрген кезде кез келген дұға тілекті айтып, Алладан тілек тілеу керек. Тауап жасап болғаннан кейін Ибрахим мақамының артында 2 ракағат намаз оқимыз. Ол намазда бірінші ракағатында Фатихадан кейін Кафирун сүресін, екінші ракағатында Фатихадан кейін Ихлас сүресін оқимыз. Оқып болғаннан кейін зәмзәм су ішеміз. Зәмзәм судан кейін сағи жасауға беттейміз. Сафаға, Маруаға 7 рет ары бері жүріп өтеміз. Одан кейін шаш қысқартуға барамыз. Шаш қысқартып болғаннан кейін ихрам халінен шығып, жуынуға, қырынуға, иіссу себінуге рұқсат аламыз. Сондай-ақ осындай жай киім киіп алып, қосымша нәпіл тауаптар жасай беруге рұқсат. Тағы бір айта кететін нәрсе, Меккедегі, яғни Кағбаға келген кезде нәпіл намаздан көрі тауап жасаған абзалырақ. Өйткені тауапты тек қана Меккеде ғана жасай аласыз, ал нәпіл намаздарды кез келген жерде, кез келген уақытта оқи беруге болады. Сондықтан да осында келіп жатсаңыздар, барынша көп тауап жасап қалуға тырысыңыздар. Ешбір мұсылманға, ешбір адамға зиян тигізбеңіздер, күліп қараңыздар. Шөлдесеңіздер, зәмзәм бар, дәрет қыстаса, кез келген жерде дәретхана бар. Емін еркін қимылдап, емін еркін құлшылық етуге барлық жағдай жасалған. Мен тұрған жер Әл-Харам мешітінің 4-ші қабаты, яғни ең биік жері. Бірінші, екінші, үшінші қабатында орын көп болса, тауап жасауға мүмкін болмаса, осы жерге келіп те мұсылмандар тауап жасауына толығымен мүмкіндік алады. Сондай-ақ тауап жасап болған екен, осы жерде әр жерінде бір құрандар қойылған. Уақытыңыз бос болса, қонақ үйге барып жатып алмайын, бұл жерге құлшылық үшін келдім ғой деп ойласаңыздар, осы жерге келіп нәпіл намаз оқып, сондай-ақ Құран оқып, Құран жаттасаңыз болады. Және де бұл жердің бір ерекшелігі, бұл жерде 3 қоңыр деп аталатын орын бар. Дәл қазір көрсетем сіздерге, менің артымдағы 3 қоңыр деп аталады. Көбінесе қазақтар осында жиналады, 3 қоңырда кездесейік, 3 қоңырда жүздесейік деп жатады. Кағбаға келіп, Меккеге келіп жатсаңыздар, 3 қоңыр деген сөзді естісеңіздер, таң қалмаңыздар, ол Әл-Харам мешітінің 4-ші қабаты. Тағы бір қосымша ақпарат, мешіттен шығысқа қарай 450 метр жерде 4 қабатты арнайы салқындатқыш орталық іске қосылған, 24 сағат бойы тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Бұл кезеңде мешіттің шығыс бөлігіндегі ауласы да кеңейтілген, онда бір уақытта 200 мың намазхан сияды. Мешітте 3 үлкен қақпа бар, 24 қосымша есік бар, 500-ге тарта бағандар бар. Бұл құрылысқа 30 миллиардтан астам реал, яғни 1,5 миллиард доллар жұмсалған. Қағбаның бетіндегі қара материал жауып тұрған кисва деп аталады. Ол берік жібектен жасалған, жақсы жібектен. Сондай-ақ сыртындағы жазуларды жазу үшін 120 килограмм алтын мен 100 килограмм күміс жұмсалған. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. Biz
міне ихрам халіне қайта кірдік. Енді үлкен қажылық рәсімдер басталғалы жатыр. Қазір автобусқа мініп Минаға қарай аттанамыз. Жолда ниеттенеміз. Ләббәйк Аллахумма хаджан деп, ары қарай Минаға жеткенімізше ләббәйк Аллахумма ләббәйкті айтып барамыз. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك Астана. Астана? Мы еще были с вами. Вы Алмата жили. Екі үш сағат тынығып алдық. Одан кейін тұрып біз намазын оқыдық. Тамақта жеп алдық. Қазақстандық қажылардың жағдайы өте керемет. Барлығы тынығып, ертеңгі Арафат күніне дайындалып жатыр. Құран оқи алатындар Құранын оқып, дұға жаттайтындар дұғасын жаттап, қызу дайындық жасап жатыр ағайын. Дұға жаттап, Арафаға дайындық енді. Аллах осы күні басқа күндердегі емес тозақтан көп адамды азат етеді дегендей. Иншалла, пенде болғаннан кейін кемшілігіміз, қатеміз, күнәміз көп жамыз сол. Есте бар, есте жоғын қазір еске сүріп, содан кешіруін сұраймыз. Алла көрсе. Елімізге тілейміз. Өйткені еліміздің тыныштығы, әлхамдулилlah, берекесі, бірлігі осындай сапарларға басқа мұсылмандардың да келуіне нәсіп болады екен. Сондықтан отбасымызға амандық бәріне тілейміз. Дұға тілектерді көптеп тілеуге тырысамыз. Барлығы үшін, иншалла. Ержан аға, дайындығыңыз туралы айтсаңыз. Алхамдулилlah. Енді біздің бір мәселеміз шешілетін жерде 5-6 сағатты күл бір тәулік бұзуда отыруға дайын едік. Бір дүнияви мәселелер бар. Енді ақыретіміздің мәселесі шешілетін жерде 6 сағат Аллахтың алдында иманымызбен, табанымызбен мықтылық нәсіп етсін деп Аллахтан дұға жасап отырмыз. الإخوة دولت كم واحد مش عارف والله. لبيك اللهم لبيك. Міне достар, Минада бір күн түнедік, таң намазын оқыдық. Енді Арафатқа қарай беттеп барамыз. Күл қажылар қазір Мина жазығынан шығып, Арафатқа жүріп барады. Құлшылық дұғаға дайынбыз сақадай. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Арафатқа келдік. Бізге Қазақстанға белгіленген орын осы төңіректе. Қадырлаған міне Меккеде, Арафатта КТК телеарнасының журналисті Нартай бауырымыз жолықтырып қалдық.
Осы жерде бауырымыздың әсерімен бөлісек. Нартай бауырым, қажылыққа тұңғыш келуің ғой? Бірінші. Сезім қандай? Алхамдулилля, сезіміміз өте керемет, тамаша. Енді айтады ғой, бұл Меккеге, Мединаға қажылыққа ешқашан адам қажы болуға бармайды дейді. Аллах тағала қалаған адамды өзі қонаққа шақырады дейді. Неге командировкамен түсіруге журналист ретінде алғашында сол түсті. Себеп болып, Аллаға шүкір, діни басқармаға рахмет, Ержан қажыға ең басты үлкен рахмет, қазірде өзі шақырып алдына өз батасын берді, осылай шығарып салған болатын. Әсерім өте керемет, тамаша, тілеген тілектердің қабыл болатынына сондай көзіміз жетіп жатыр. Адамның бәрі жаңа айтқанда екі матамен ақиретке барғанда ешкім байсың ба, жолдасысың ба, кедейсің ба, онда ешкім жоқ, барлығы бір деңгейде бірдей жүріп жатыр. Сондықтан құрметті біздің мұсылмандарға, бауырларымызға барлығын айтқымыз келеді. Дәл осы сапарға келсін, осы сапар баршасына нәсіп болсын деп, сол мақсатта мінекей күніге күн салдырмай ұйқыны барлығын тамақты бәрін жиып қойып, қазір күніге эфир жіберіп жатырмыз. Қазақстанға қиындықпен басқа да болса да, Аллаға шүкір, барлық суретті видеоның барлығы интернет желісінде енді оқырманымыз өте көп, Аллаға шүкір. Сондықтан соларға сап жатырмыз. Олардың астына жазған тілектері, комментарийлерін көрсеңіз тіпті керемет. Құлшыныс артып, құлшылық қылсақ, бізде барсақ, Нартай бізге тілек қылшы деп сұрап жатқандар бар, дұға жасап. Мінекей бауырларымызға бәріне айтып, сіздің маған деп бөліп дұға қылып жатыр. Иншалла баршамызға нәсіп болсын. Биыл өзіміз келсек, енді ата-анамызды әкелуге нәсіп болсын. Алла разы болсын, бауырым, қабыл болсын. Құрметті достар, қасиетті Меккеде бауырларымды, ағаларымды, достарымды кездестіріп жатырмын. Өзімнің әріптестерім жаңа ғана КТК телеарнасының журналисті Нартай бауырыммен сұхбаттасқан болатынмын. Енді мінекей өзімнің ағам Мұхтар Тұртай, Қазақ радиосының журналисі осында екен, кездестіріп қалдық. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, дұға қабыл болсын. Амин. Қажылыққа келгеніңіз мұбарак болсын, аға, құтты болсын, Алла қабыл етсін. Амин. Қандай сезімдесіз? Алғаш қағбаны көрдіңіз, бөлісіңізші. Енді сезімді айтып жеткізу мүмкін емес, өйткені құлшылық тек Алла мен адамның арасында ғана болады ғой. Сондықтан да мына қағбаны Алланың қалауымен екінші рет көруім. Алдында мен умра қажылыққа келгем, кіші қажылыққа келгем, енді мынау үлкен қажылық. Дегенмен де негізгі шарты бойынша бірінші умра қажылық жасау керек, содан кейін үлкен қажылық жасау керек қой. Дәл мынау үлкен қажылық биыл нәсіп болған екен. Ержан қажы өзімізді арнайы жіберіп отыр. Сол кезде айтқан, мен сендерді жіберіп отырған жоқпын, сендер олай ойламаңдар, ерекеңнің арқасында екен деп. Сендерді Алла қалап шақырып отыр деді. Сондықтан да Алла кімді қалайды, соны шақырады. Кімді қаламайды, ол жаңа нәсіп болмайды деді ғой. Сол айтқандай Алланың қалауымен осы жерге келіп қалдық. Сезім өте ерекше. Өйткені шында мына жерде жүргенде, қағбаны көргенде, пайғамбарымыздың табанының тап тиген жерде жүрген кезде көргенде бүкіл дүниені ұмытасың. Анау арабтар айтады ғой, фик дүния дейді ғой. Әшейін дүние деген әшейін жалған, Абай атамыз айтқандай дүниенің боғы болып қалады екен де. Мына жерде жүрген кезде жан-жағында көресің, қаншама жаңағы елден де айтулы азаматтар келді, небір жаңа мына жерде арабтың шейхтары жүр. Бірақ бәріміз бір жерде жатып, бір топырақта аунап, мынандай көріп отырсыз, мынандай құмның үстінде жатқан кезде адамның бәрі бір екенін сезген кезде адам шынында ішіне тәубасына келеді екен. Адамның жаңағы жүрегі лүп-лүп етіп ертең Алланың алдында да осылай барып тұрамыз ғой деген сезімде боласыз. Сондықтан да айтып жеткізу өте қиын. Енді Алла дұға тілегімізді қабыл етсін. Негізгі тілегіміз сол ғой енді. لبيك اللهم لبيك. Şunlar şahit namaz kılar. Арафадағы құлшылықты бітіріп, Мұздалифаға бет алып бара жатырмыз. Қазір өзіміздің қоғамдық көлікті күтудеміз. Алдымен ақсақалдар, апалар, одан кейін жастар біз мініп Мұздалифаға барып қонып, ары қарай құлшылықты жалғастыратын боламыз.
Ömür sıra yüzünde. Kora. Ya, kora. Oh, bismillah. Міне ардақта ағайын, Мұздалифаға келдік. Бұл жерде ешқандай да палатка, жылы жер жоқ. Жерге өзім сатып алған төсеніштері төсеп, жатып, ұйықтай береміз. Бір түн демаламыз, таң намазын оқып болып, қайтадан келесі құлшылыққа кірісіп кетеміз. Bakıram ket kanyakta var. لبيك اللهم لبيك. Мұздалифаға түнедік. Керемет демалдық десек те болады. Бұл жерде ешқандай жағдай жасалмаған, матрас жоқ, жылы орын, әдемі жер жоқ. Кәдімгі тау-тастың арасында топыраққа өзіміз сатып алған матрастарды жайдық та ұйықтай кеттік. Байда, кедейде, қанда, қарада барлығы осы жерде бірдей жатты. Азында тұрып таң намазын оқып алдық. Сондай-ақ қазір біз Мұздалифадан кетіп Минаға барамыз. Сол жерге заттарымызды қойып, жамаратқа, шайтанға тас атуға аттанбақшымыз. Адамдардың бір топ легі аттанып кетті Минаға. Біз Қазақстаннан келген қажылар енді дайындалып жатырмыз. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. О, бисмилlah. Мінекей, Минаға келдік. لبيك اللهم لبيك. Минадан шығып, жамаратқа тас атуға бара жатырмыз. 7 тас атып болған екен, шашымызды қырып, ихрам халіне шығамыз. Қазір жамаратқа дейін барлығымыз жаяу бар жатырмыз. Пысықтардың қолында зонтик бар. Біз сияқты пысық еместер, ауылдың қара балалары күнге күйіп бара береді. لبيك اللهم لبيك. Жамаратқа тас атып келіп, шашымызды қырлап алып жатырмыз. Шаш алып болғаннан кейін ихрам халіне шығамыз. Ихрам халіне шығысымен мынандай кепкам мен футболкамды киіп алдым өзімнің. Кішкене уақытымыз бар ертеңге дейін, ертең тағы да жамаратқа барып тас атамыз.
Жамаратқа жақындап қалдық. Бүгін тас атудың екінші күні 21 тас жинап алдық. 21 тасты әр тас ататын жерге 7 тастан атып шығамыз. Бұйыртса халық санында шек жоқ, өте көп. Бинадағы барлық ағайын осында ағылып жатыр. Бұл айта кетейік, тас ату негізі Ибрахим пайғамбардың сүннеті. Ұлы Исмайылды құрбандыққа шалу қалып бара жатқан кезінде шайтан азғырған. Ибрахим пайғамбар сол шайтанды таспен атқан екен. Біз де сол сүннетті жасай деп жатырмыз. Әрине бұл пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллямның жолы. Тас аттық, артында тұрған жолға тас тиіп барып, сұңқырдың ішіне, яғни қазанға кіру керек. Егер атқан тасыңыз жетпей қалса, немесе жаңа сұңқырдың ішіне түспей қалса, онда басынан тас ату керек болып есептелесіз. Және де тас атып болған екен, қиблаға қарап, мұсылмандар дұға етеді. Жеті тас атып болып дұға еттік. Енді келесі дәл сондай екінші жерге барып тағы да 7 тас атамыз. Ол жерде де құбыла қарап дұға етеміз. Ал үшіншісінде де 7 тас атамыз да, бірақ дұға етпейміз. Міне мұсылмандардың барлығы екінші тас атуына келе жатыр. Айта кететін бір жайт, бұл жерде ешқандай да шайтан жоқ. Шайтанды ұрып жатыр екенмін деп дәу тас атуға немесе басқа да заттар лақтыруға болмайды. Міне алдымызда екінші дәл сондай тас ататын жер. Міне қажылардың барлығына жақсы жағдай жасалған. Аяқ ауыратын қажылар эскалаторға мініп аздап тынығып алуына болады. لبيك اللهم لبيك. Міне ағайын түндің уақытын пайдаланып, үлкен қажылықтың тауабын жасауға кетіп бара жатырмыз Қағбаға қарай. Азанға дейін Минаға қайта келіп, жамаратқа барып тас ататын боламыз. Ал тауап жасау тәртібін сіздер білесіздер, оны көрсетіп, уақыттарыңызды алмай-ақ қойын. Мынандай Қазақстан қажыларына бұйырған 2 автобусқа қазір қажыларымыздың барлығы мініп жатыр. لبيك اللهم لبيك. Мина жазығының қасындағы тауға шығып бара жатырмыз. Бұл жердегі адамдардың барлығы бірі Мина жазығын биіктен тамашалағысы келсе, енді бірі тас жинап жүр жамаратқа тас лақтыру үшін. Мен сол сіздерге керемет жерді көрсету үшін көтеріліп бара жатырмын. Pakistan'dan gelgen ağayın. Ben Pakistan? Maşallah. Tamak isteyinde basınlar mı? Tamak? Tamak isteyinde basınlar mı? हमारे हाथ तक काला है हमारे मसल पड़ जाता है वीडियो नहीं कर रहा
هذا صديق فكر هذا Ya maşallah size istiyor. هاي مشكلة ما فيش كويس كويس غار भाई हां तो घर तो फोटो भी किधर कर रहे ले ले बस उधर हां पाकिस्तान यार भाई Pakistan'dan gelgen bir top qajılar. Orun tepken eken oş yerde жатыр, oş yerde tamagын istep. Qajılık parыздарын oş yerden barıp kep ötep жатыр. तो सही में लाओ गए Gel. Kasma gel interview sırayımız. Buraya сұрақ हाँ koyamız. इस भी है Ha, aytыңız. अया Qanday tamaq жасап atsınızlar? ايوه انا ما اعرف كذا ايش كلام انت Негізі бұл кісілер мен түсінбейді, мен бұлар түсінбеймін енді. Ымдасып сұхбаттасайық. Анау тамақ, қандай тамақ? ايوه ايوه Аты қандай аты? انا ما اعرف ايش كلام انت ايه نرجع यार मखलूक देखते खाएगा हम गोश्त खाएगा भाई Бұл тауда Пакистаннан келген ағайын өте көп екен. Осы жерге жатады, тамақтарында осы жерде істеп жеп жатыр. Бір-екі пакистандық қонақтардың тағамдарын да ауыстыдық. Негізі бұл жерде ескере кететін бір жайт, біздің Қазақстанға бүкіл жағдай жасалған. Ешқандай қажымыз тау-тас саралап қонатын жер таппай, ішетін тамақ таппай жүрген жоқ. Барлығына жеткілікті, шатыры бар, жылы төсекте жатыр. Бұл да болса еліміздің қажыларға деген құрметінің белгісі деп білейік. Алла тағала осы берекеден бізді айырмасын ағайын. لبيك اللهم لبيك Күзетшілер мінекей сала берсін. Мұндағы қызметкерлер барынша сауап алып қалуға тырысып жатыр. Мінекей қажыларға салқын су шашып бір сергітіп жатыр. Біз қазір Жамараттан Меккедегі қонақ үйімізге қарай келе жатырмыз. Қажылықтың негізгі басты парыздардың барлығынан құтылдық, жасап біттік. Өздеріңіз білесіздер, ең алдымен Минаға келдік. Минадан кейін Арафатқа барып дұға еттік. Арафаттан кейін Муздалифаға қондық. Муздалифадан келіп Жамаратқа барып тас аттық бірінші күні. Одан кейін құрбандық шалдық. Сосын ихрам халінен шықтық, шашымызды тықырлап алып. Сосын кеше түнде Қағбаға барып, үлкен қажылықтың парызы Қағбаны тауап еттік. Ол тауапты сіздер білесіздер қалай жасалатынын, тура умра жасағандай жасалады. Бүгін міне Жамараттағы соңғы тасымызды атып, 7 тастан 21 тасты атып бітіп, қайтып бара жатырмыз. Алладан құлшылықтарымыздың қабыл болуын, қажылығымыздың қабыл болуын тілеп баратырмыз әрине. لبيك اللهم لبيك Біз бүгін Меккедегі соңғы күнімізді өткізіп жатырмыз. Қазір сағат 8-де Мединеге қарай жол жүреміз. Таң намазын оқып, Әл-Харамда енді қоштасу тауабын жасап, міне қайтып бара жатырмыз. Қазір мен қасымда айтыскер ақын, алтын домбыраның иегері Мұхтар Ниязов бауырым келе жатыр. Жалпы қажылық қалай өтті? Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Қаттырақ айта беріңіз. Қажылықтың қалай өткенін енді әр адам өз көңілінде бәрібір бір олқылық бар. Бірақ енді Алла тағала сондай шексіз мейірімді, сондай рақымды, құлдарының бүкіл кемшілігін кешіруші. Біз де сол үміт етеміз. Осы қажылығымызда болған адам табиғатымызға тән болған кемшіліктерді кешіріп, толықтырып, мабрур болған қажылықты қабыл етсе екен деген. Бірақ бұлай алғанда Мекке халқына, жалпы жердің қонақжайлылығына, мейірімділігіне, адамдардың бойындағы ізгілікке шынына керек әбден
Biz sonday meyrimге шөлдеп қалғанбыз ғой. Соған мейлінше қандық десек болады. Тіпті қайтқымыз келмей бара жатқанда әсері бар. Бүгін қоштасу тауafын жасап, көзіміз мөлдіреп, Меккені қиялмай, артымызға қарайлап қайтып бара жатырмыз. Алла разы болсын, қажылығыңыз қабыл болсын. Бірге болсын. Жақсылықтарда жүздесек. Иншалла, ассаламу. Міне ардақты ағайын, қазір қонақ үйге барып жиналамыз. Ары қарай Мединеге қарай аттанамыз. Мүмкіндік болса, ол жақтың да ерекшеліктерін сіздерге көрсететін болам. Мінеке қажылар Меккеден Мединеге қарай аттанып барады. Қазір жүктеу рәсім болып жатыр. Меккеден Медине қаласына келдік. Меккеден таңғы сағат 8-де шығып кеткен болатынбыз. Міне сағат 5-те Медине қаласына жетіп келдік. Енді қазір қонақ үйге жайғасып, осы жерден реттеліп болып, шам намазы мен құптан намазын пайғамбарымыздың мешітінде оқимыз деген жоспарда бар. لبيك اللهم لبيك. جامع من الجوامع. Бұл мешітте оқылған сауап басқа мешіттерде оқылған намаздан 1000 есе артық, ал Әл-Харамда оқылған намаздың сауабы басқа мешіттерден қарағанда 100 000 есе көп екенін білесіздер. Сондай-ақ бұл Мәдинадағы Харам мешітіне кірерде оң аяқпен кіріп, мешіт дұғасын оқиды. Одан кейін 2 ракағат мешіт намазын оқыған дұрыс. Рауда Шарифада оқыған жақсы 2 ракағат намазды. Қазір мен сіздерге сол жерді көрсетем. Міне, мына мінбермен осы мінберге жақын жер Рауда деп аталады. Осы жерде намаз оқыса дұрыс дейді ғұламалар. Одан кейін намаз оқып болып, пайғамбардың қабіріне барып, Ассаламу алейка, я Расулалла деп айту керекпіз. Адамдардың барлығы соны күтіп отыр. Ассаламу алейка, я Расулалла деп айтып болғаннан кейін, мына дұғаны оқыған дұрыс. Ассаламу алейка, я Расулалла деп жаңа дұғаны оқып болғаннан кейін, Ассаламу алейка, я Абу Бакр, ассаламу алейка, я Омар деуіміз керек. Өйткені үшеуі де осы жерде жатыр. Бірінші есік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдікі, екіншісі Абу Бакр, үшіншісі Омар.
Қазір бұл мешітке шамамен 600 мыңдай адам сыяды. Ал қажылық айларында және де Рамазан айларында миллионға жуық адам сыйып, бір мезетте иқтіресіп намаз оқи алады. Және де шатырларының қалай ашылып жабылғанын көрдіңіздер. Ерекше дизайн, әдемі. Айналасының барлығы тап-таза. Шөл десеңіз су бар, дәрет алам десеңіз әжетхана бар. Және де ең жақсысы біздің қонақ үйдің қасында, яғни біздің қонақ үй осы мешіттің қасында. Азан шақырылғанды қонақ үйден естісек, мешітке қарай жүгіріп келе саламыз. لبيك اللهم لبيك. 10 kilo. 10 kilo, 5 kilo. هالعنبة 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 مرحبا مرحبا مرحبا. Міне Мединедегі базарды көрдіңіздер. Бұл жақтан барлық нәрсені табуға болады. Дегенмен қажылыққа келген қажылар осы жақтан 3 нәрсе алуға тырысады. Оның бірі әжуа құрмасы, екінші миск, үшінші мисуак. Миск дегеніміз денеге жағатын әтір, мисуак дегеніміз тіс тазалайтын таяқша. Бүгін Мединедегі біздің соңғы күніміз. Құдай қаласа ертең сағат таңғы 8-де жол жүреміз. Алматыға қарай ұшамыз. 20 күн уақытымыз керемет өтті. Өзіміздің кемшіліктерімізді құлшылықтағы түзеп алдық десек те болады. Тағы да соңында айтатын дүние, егер мүмкіндіктеріңіз болса, адам өмірінде бір рет қажылыққа келген өте керемет екен. Мұндағы сезімдерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бүгін, ертең немесе осы айдың айлығын жинап қажылыққа барам деп 5.000 теңге, 10.000 теңге, 3.000 теңгеден жинап қойсаңыз, біраз уақыттың ішінде сол қажылықтың ақшасы да шығып қалады. Тағы да айтатын нәрсе, аталарыңызды, әке-шешелеріңізді Дубайға, басқа жаққа демалдырудың орнына Меккеге жіберсеңіздер, өте керемет болады деп есептеймін. Мұндағы ғибадат құлшылықтың өзіндік орны бар. Өйткені пайғамбарлар, сахабалар дәл осы жерде дінді таратқан. Ал мен қазір пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне келе жатырмын. Осында шам намазы мен құптан намазын оқимыз. Ертең азанда тұрып жол жүреміз. Әрине қимастық бар. Алладан тіледік. Қайтадан осы Мекке мен Мединеге сапарымыздың сәтін тудыра көрдік. Қазақстаннан күллі әлемнен келген мұсылмандардың қажылықтары қабыл болсын деп тілейміз. Елге, жерге бірлік, татулық тіледік. Татулық бар жерде береке болады. Береке бар жерде әрине мереке болады. Ал сіздер ойшоғыр.kz сайтына кіруді ұмытпаңыздар. Мен барынша мүмкіндігімше видеолар түсіруге тырыстым. Шамам келгенше әрине қиындықтар да болды. Манафатпен түсіруге мүмкіндік болмаған жерлер де болды. Ол жерлерді қолмен түсірдім. Өздеріңіз көріп біліп отырған шығарсыздар. Ал достар, сәттілік. Ал Шымкенттегі достарыма Құдай қаласа жақсы сыйлық апарам. Күтіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لبيك اللهم
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك